Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 66-шы сабақ пропорционал бөлуге берілген есептер тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық 9 есепті талдап шығарамыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Сағатына бірдей мөлшерде жанармай жұмсай отырып, автокөлік 4 сағат ішінде 36 литр жанармай жұмсады. Дәл осындай мөлшерде жанармай жұмсайтын болса, 7 сағат жүрген кезде автокөлікке қанша литр жанармай қажет? Неке шартына жазамыз. 4 сағатта 36 литр жанармай жұмсайды, 7 сағатта қанша литр керек? Енді есепті шығару үшін 36-ны 4-ке бөліп аламыз. Сонда 9 шығады. Бұл бізде 1 сағатта жұмсалған жанармайдың мөлшері. Енді 7 сағаттағысын табу үшін 7-ні 9-ға көбейтеміз, сонда 63. Есептің жауабы: 7 сағат жүру үшін автокөлікке 63 литр жанармай қажет. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Мұнда тақырыпқа байланысты ереже берілген, соны оқып түсініп алыңдар. Келесі екінші тапсырма. Трактор жүргізушісі кішігірім трактормен 4 сағат ішінде 5000 метр квадрат жерді жыртады. Дәл осында еңбек өнімділігімен ол 8 сағаттық жұмыс күнінде қанша квадрат метрді жыртады? Неке алданға бірінші есепке ұқсас етем. Бірінші 4 сағатта 5000 метр квадрат жер жыртады, 8 сағатта қанша метр квадрат жер жыртады? Есепті шығару үшін 5000-ді 4-ке бөліп аламыз. 1250, бұл 1 сағаттағы жер жыртқан аудан. Енді 1250-ді 8-ге көбейтеміз, сонда 10.000 шығады. Демек, 8 сағатта 10.000 метр квадрат жерді жыртады. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Қар тазартқыш машине 2 сағат ішінде 7 тонна 2 центнер қар тазалады. Егер дәл осындай өнімділікпен жұмыс істейтін болса, 6 сағатта, 5 сағатта, 8 сағат ішінде қанша қарды тазалайды? Алдымен есептің шартын жазып аламыз, есепті шығарайық. 7 тонна 2 центнерді центнерге айналдырып аламыз, 72 болады. Сол 72-ні енді 2-ге бөлеміз, сонда 36. Бұл тапқанымыз 1 сағаттың ішінде қанша центнер қар тазалағанын білдіреді. Енді 6 сағаттағысын табу үшін 36-ны 6-ға көбейтеміз, 216 центнер болады. 36-ны 5-ке көбейтеміз, 180 центнер. Бұл дегеніміз 5 сағатта тазаланған қар. Енді 36-ны 8-ге көбейтеміз, 288 центнер. Есептің жауабы: мәшине 6 сағатта 216 центнер, 5 сағатта 180, 8 сағатта 288 центнер қар тазалайды. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Тапсырмасында егер өнімділігін сағатына дейді 3 центнерге арттыратын болса, онда осы қар тазартқыш мәшине осы уақыт ішінде қанша қарды тазалайды? Тапсырмасында анықтадық 1 сағатта 36 центнер қар тазалайтынын. Енді осыны 3 центнерге арттырса дейді. Демек 36-ға 3-ті қосамыз, 39 шығады. Енді дәл алдыңғыдай 2 сағаттағысын тауып аламыз. Ол үшін 39-ды 2-ге көбейтеміз, 7 центнер, 39 6-ға көбейтеміз, 234, 39-ды 5-ге көбейтеміз, 195, 39-ды 8-ге көбейтеміз, 312. Демек, есептің жауабы: егер машина өнімділігін 3 центнерге арттыратын болса, онда 2 сағатта 78, 6 сағатта 234, 5 сағатта 195, 8 сағатта 312 центнер қар тазалайды. Есебіміз шықты. Келесі. Төртінші тапсырма. 1500 бөлшек жасап шығару керек. Бір станок бұл жұмысты 15 сағатта, екіншісі 10 сағатта орындайды. 2 станок бір уақытта бірдей жұмыс істесе, барлық бөлшекті қанша уақытта жасап шығарады? Есептің шартын жазып аламыз, енді есепті шығарайық. Бірінші станоктың жұмыс өнімділігін тауып аламыз. Ол үшін 1500-ді 15-ке бөлеміз, сонда 100. Яғни сағатына 100 бөлшек дайындайды екен. Екінші станоктың
тауып алу үшін 1500-ді 10-ға бөлеміз, 150 шығады. Енді осы екеуінің жұмыс өнімділіктерін қосамыз, 100-ге 150-ді, сонда 250 шығады. Уақытты табамыз, ол үшін 1500-ді 250-ге бөлеміз, сонда 6. Есептің жауабы 2 станок барлығын 6 сағатта жасап шығарады. Енді осы тапсырманың әсіне келейік. Кітапханадағы 18 000 кітапты қайта түптеу керек. Бір шеберхана бұл жұмысты 3 күнде, екіншісі 6 күнде орындайды. Егер екі шеберхана бір уақытта бірдей жұмыс істейтін болса, онда барлық кітапты қанша күнде түптеп бітеді? Сонымен В1 18 000-ды 3-ке бөлеміз, 6 000, 18 000-ды 6-ға бөлеміз, 3 000, екеуінің бірлесіп жасаған жұмыстары 9 000 болады. Енді бірлескен кездегі уақытын табу үшін 18 000-ды 9-ға бөлеміз, 2 күн, 2 шеберхана 2 күнде түптеп бітеді. Дәл алдыңғы есепке ұқсас етіп шығарамыз. Есебіміз шықты, өз жауаптарымен салыстырып көріңдер. Келесі тапсырма. Төменде кесте берілген, осы арқылы өрнек құрып мәнін табамыз. Мұнда қосылғыш және қосылғыш деген. Демек, 1024-ке 24-ті көбейтіп, оған қосамыз 901 000 мен 53-тің бөліндісін. Азайғыш, мұнда азайтқыш. 11451-дің көбейтіндісінен азайтамыз 52416 мен 52-ның бөліндісін. Мінеке, бірінші қосындының мәні 24593. Екінші есепте 542-ні 24-ке көбейтеміз. 13008 шығады. 5202-ні 18-ге бөлеміз, 289 шығады, екеуін қосамыз 13297. Келесі есепте алдымен 56241 мен 355-ті қосып, кейін мұна екеуінің көбейтіндісіне қоссақ, жауабымыз 61972 шығады. Келесі азайтқышта 3953, 52945, 73633 шығады екен. Өз жауаптармен салыстырып көріңдер. Келесі. Сурет бойынша есеп құрастыр және шығар. Егер сенде $5 бар болса, онда саған қанша ақша қайтарып береді дейді. Егер олар қандай мәнеттер болуы мүмкін? Мұнда қараймыз, 3 қалам, $1 20 центнер тұрады. Енді 5 қаламымыз қанша ақша тұрады, соны көрейік тауып. Есептің шартын жазып аламыз. 3 қарындашымыз $1 20 центнер тұрады. Ол дегеніміз 120 центнер. Енді бізде болды $5. Сатып алынды 5 қарындаш, сонда бізде қанша теңге қалады? Есепті шығару үшін 120-ны 3-ке бөлеміз, сонда 40. Бұл бізде бір қарындаштың бағасы. Осы 40-ты 5-ке көбейтеміз. Сонда 200 центнер. 200 дегеніміз ол бізде $2. Демек, 5 қарындашымыз $2 тұрады. $5-дан $2 азайтамыз, сонда $3 қалады. Демек, сатушы бізге $3 қайтарып беру керек екен. Есептің шартында берілген қандай мәнеттер болуы мүмкін деп. Ол 3-те $1 болуы мүмкін. Екеуін қоссақ бізде $3 шығады. 6-да 50 центнер болуы мүмкін. 6-ны 50-ге көбейтеміз. 300 дегеніміз ол 300 центнер болады. Ол дегеніміз $3-ға тең. 15-те 20 центнер болуы мүмкін. Ол да $3-ға тең. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Бос орынға берілген сандар 5-ке де 10-ға да бөлінетіндей етіп цифрлар қой және тексер. Бірінші санымыз 76180. Демек, мұндағы 4 бұрыштың орнына 0 санын қоямыз.
Тексеріп көрейік. 76180-ді 10-ға бөлеміз. 7618. 76180-ді 5-ке бөлеміз. 15236. Демек 5-ке де бөлінді. Есебіміз дұрыс. Келесі. 2.801.760-ды 10-ға бөлеміз. 280.176. 2.801.760-ды 5-ке бөліп көреміз. 560.352. Дұрыс екен есебіміз. Мұнда соңғы 9.810.350 деп 0-ді қоямыз. 10-да 10-ға және 5-ке бөліп жазамыз. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Таңқурайдан тосап қайнату үшін 5 кг жидекке 4 кг қант қосады. 10 кг жидектен әзірленетін тосапқа қанша килограмм қант қосады? Есепті шығару үшін 10-ды 5-ке бөліп аламыз. 2 болады. 4-ті 2-ге көбейтеміз. 8. Сонда 10 кг жидекке бізге 8 кг қант қосу қажет болады. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Арман ауланы қардан тазартуға көмектесті. 20 минут ішінде ол бір соттық аумақты тазалады. 10 минут ішінде ол қанша квадрат метр тазалайды? Есепті шығару үшін біз бір мәліметті білуіміз керек. Бір соттығымыз бізде 100 метр квадратқа тең. Енді 100-ді 20-ға бөлеміз. 5 метр квадрат бөлінген минут. Яғни минутына 5 метр квадрат жерді тазалайды деген сөз. Енді 5-ті 10-ға көбейтеміз. Сонда 50 метр квадрат. Демек, 10 минут ішінде Арман 50 метр квадрат жерді тазалайды. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Әлия 50 килограмм қарақұмықты теңдей бөліп 10 қалтаға салды. Егер әрбір қалтаға тағы да 5 килограмм артық салатын болса, 150 килограмм қарақұмықты теңдей бөліп салу үшін ол қанша қалта қажет болады? Есептің шартын жазып аламыз. Енді есепті шығарайық. 50-ді 10-ға бөлеміз. 5 килограмм бұл бір қалтадағы салмақтың саны. Енді 5 килограммға 5-ті қосамыз, 10 килограмм. Қосқан себебіміз шартында айттық 5 килограмм артық салынса деп. Енді 150-ді 10-ға бөлеміз, 15. Демек, есептің жауабы 150 килограмм қарақұмықты теңдей бөлу үшін бізге 15 қалта қажет. Балалар, барлық 9 есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар балалар.